Қазақстан ғылым академиясының академигі, ғалым ұстаз Өмірхан Байқоңыровтың 110 жылдығына орай аталғаны тұлғаның есімі берілген Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінде қазіргі ғылым мен білімнің өзекті мәселелері тақырыбында 22-ші халықаралық Байқоңыров оқулары өтті. Іс-шара Өмірхан Байқоңыровтың ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен басталды. Университет ректоры Әбділмәлік Тәкішев пен Ұлытау облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Құсманғали бастаған топ артында өшпес із қалдырған Ұлытаудың ұлының рухына тағзым етті. Дәстүрлі Байқоңыров оқуларының негізгі мақсаты ғылым мен білімге құштар, ізден үстіндегі жалынды жастардың басын бір арнада тоғыстыру. Жезқазған университетінің жемісті жобасы талай жас дарынның тұсауын кескен. Биылғы ғылыми практикалық конференциядан да күтер жаңалық көп. Өмірхан Аймағанбетович Байконуров. Өмірхан Аймағанбетұлы Байқоңыров ауылдан шыққан талант. Атақты ғалым Қаныш Сәтбаевтың лайықты ізбасары. Оның еңбексүйгіштігі мен ізденімпаздығы әлі талай ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Байқоңыров есімін өз деңгейінде ұлықтау мақсатында біздің қаламызда аты берілген көше, еңселі ескерткіші мен оқу орны бар. Байқоңыров оқулары ұстаздарға ғылым жолына шамшырақ болады деп білеміз. Сіздер дәстүрлі түрде Байқоңыров оқуларын өткізіп, ол кісінің еңбегін дәріптеп, насихаттауға қомақты үлес қосудасыздар. Сіздердің заман талабына сай дамып, бүгінде халқымызға дәйекті білім беріп, тәрбиелеп, сара жолға салған, өзіндік бренді қалыптасқан білім мен ғылымның қара шаңырағына айналуларыңызға тілектеспін. Еңбектеріңіз жемісті болсын, шәкірттеріңіз білім көкжиегінен көріне берсін. Байқоңыров оқуларының дүбірі бүгінде халықаралық деңгейге жеткен. Бұл әрине ең алдымен ғалымның танымал шәкірттері мен ізбасар інілерінің ілкімді жұмысының нәтижесі. Бұл конференция біздің Кузбасс мемлекеттік техникалық университетімен бірігіп өткізіп отырмыз. Және де бұл конференцияға 135 баяндама келіп түсті. Оның географиялық аумағын айтатын болсақ, Корей Республикасынан Хёнкен мемлекеттік университеті, және де Кипр Республикасынан Жерорта теңіз университетінен, Кузбасс техникалық мемлекеттік университеті, және де басқа да өзіміздің отандық университеттеріміз. Жалпы конференция 3 бағытта жүргізіледі: техникалық ғылымдар, гуманитарлық ғылымдар және жаратылыстану экономикалық ғылымдар бағыты бойынша жүргізіледі. Конференция жұмысының қорытындысы бойынша арнайы жинақ шығарылады. Үздік мақалалар отандық және шетелдік басылым беттерінде жарық көреді. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Дидар телеарнасы.